Қыс мезгіліне сақтайтын, сіздің уақытыңызды үнемдейтін, тамағыңызға керемет дәм беретін осындай қысқа арналған қоспалар жасаймыз. Алдымен қызанағымыздың осындай етісін, қызылын, піскенін аламыз. Тәтті бұрышымызды да қызылынан таңдасаңыздар болады. Сәбіз және сарымсағымыз және бізге петрушка немесе кинза қажет болады. Осындай бір пучогын алсаңыздар жеткілікті. Қызанақты жуып, керек емес жерін алып тастаймыз және бөліктерге бөлеміз. Тәтті бұрышымызды кубиктап турап аламыз. Толық құрамын дәл осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын, қанша кетті және қанша пакет шықты. Сәбізімізді міндетті түрде үккіштен өткізіп аламыз. Барлығын алдын ала осылай дайындап алсаңыздар оңай болады. Және де сарымсақты да майдалап турап алатын боламыз. Қызанағымызды блендерден өткіземіз. Ешқандай түйіршік қалмағанша және де үлкен табаққа осылай барлығын құйып аламыз. Бірінші қызанағымызды, содан кейін тураған заттарымыздың барлығын рет-ретімен осылай салып аламыз. Ешқандай да тұз, бұрыш, ешқандай приправа қоспаймыз. Дәл осылай 4 сәтті қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Иісі енді қыздар бұрқырап тұрады. Арнайы осындай басы жабылатын пакеттерге немесе контейнерге сақтасаңыздар болады. Қысты күні рахатын көретін боласыздар. Осылай тегіс жерге морозильникке қойып қатырып аласыздар да, қысты күні пакетінен алып, сразу тамаққа салып жібересіздер. Любой тамағыңызды сочный қылады. Және менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.